İmam Tirmizi rahmatullah bir gün bazarga kelip kitap alayım desem Peygamberдің hadislerin жинап қылған bir kitaptың basını kitap satқанадан өте қымбат қайтты. Қара, жаратқан Аллах Таала кейде көру сезімін алғанша бұл көз көрмегендік Аллах Таала берген ұғым, сөйлеу, життол, дағым bir сезімдің де жоқты бұл. Ал bir қолынан ешқашан кем болды деген мәселе емес. Бірақ ошол Аллах Таала көздің нұрын алғанмен ал жүрекке нұр береді. Зейінге, ақылға береді. Урматтуу мекендештер, ушул жерде көзү көргөндөр айтайын. Кимин ушул азиз бир туугандардын китебин алып, колуң менен окуй билесиң. Ал сезим эч кимибизде жок. Эч кимибиз бир катарында окуй албайбыз. Бирок жараткан Аллах Таала буларга ушундай зейин берди. Жүрөктөгү бир көз көрбөгөн, көдөрдүн, калптын, жүрөктүн, акылдын көрүү сезимин берди. Ошондуктан бул коомдогу Имам Тирмизи китепти алгандан кийин китебиңизди окуңчу мындай кымбат айтып жатасыз. Жанында китап окуучуга айтасың, бираз окучу. Ошол бул айткан баага татыптуу алсаң болобу, алсаң болбойбу. Жанында дүкөндө отурдум, 1,5 саат, 2 саатка чейин баягы бала окуду дейт. Окугандан кийин бир укканда жаттап алды. Анан жанында баласы айтты, китепти алууга муктаждык жок деп, жаттап болду. Жараткан Аллах Таала ушундай сезим берет.